Сәлеметсіңдер ме, 2-ші сынып оқушылары? Қазір бізге математика сабағы. Қане бәріміз мына өлеңді бірге айтайық. Математика қызық пән. Бәріміз оны білеміз. Қызықты есеп шығарып, тез жауабын береміз. Оқу материалын жариялау Мюссенберг әдісі. Берілген әріптер арасынан мағыналы сөздерді тауып, тақырыпты шығарыңдар. Орын, ауыстырымдылық қасиеті. Қандай сөз шықты? Орын ауыстырымдылық қасиеті. Орын ауыстырымдылық қасиеті қай амалда қолданылып еді? Әрине, қосу амалында. Қосылғыштардың орынын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді дегенбіз. Ендеше бүгінгі сабағымызды көбейту амалының ауыстырымдылық қасиетін үйрену мақсатында тапсырмалар орындаймыз. Оқулығымыздың 24-25 беттерін ашайық. 74-ші сабақ көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Бүгінгі сабақта көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін білетін боласың. Қане балалар, номер 1-ге қарайық. Оқушылар қайда жиналды? Оқушылар алаңда текшелерден тұрғызылған сарайға жиналды. Ал қанекей санап көрейік балалар. Бірінші, неше текшені көріп тұрмыз? 2 текше. Тағы да 2 текше. Келесі текшелердің санын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 текше. 6 текшеден тағы да 6 текше. Ал енді біз осы текшелерді қосу түрінде жазып көрейік. 2, қосу 2, қосу 6, қосу 6. Барлық санның қосындысы 16-ға тең. Олай болса, алаңдағы текшелерден тұрғызылған сарайда неше текше бар екен? 16 текше бар екен балалар. Мына сілтемені басып, видеоны көреміз. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Қорапқа текшелер салынды. Неше қатар? 1, 2, 3, 4. 4 қатар. Неше баған? 1, 2, 3, 4, 5. 5 баған. Барлығы неше текше? 4-ті 5-ке көбейтеміз. 4, 8, 12, 16, 20. 20 текше. 5-ті 4-ке көбейтеміз. 5, 10, 15, 20. 20 текше. 4-ті 5-ке көбейтсек те, 5-ті 4-ке көбейтсек те 20 шығады. Ал балалар, бәріміз дәптерімізді ашып, күннің ретін жазайық. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Номер 2. Не көріп тұрмыз балалар? Кесте көріп тұрмыз. Неше баған бар екен? Санап көрейік. 1 баған, 2 баған, 3 баған, 4 баған, 5 баған. Ал неше жол бар екен? 1 жол, 2 жол, 3 жол бар екен. Барлығы неше ұяшық бар? Оны табу үшін біз 3-ке 5-ті көбейтейік. 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15-ке тең. Ал енді балалар, біз көбейткіштердің орнын ауыстырып көрейік. 5 көбейту 3 тең болады 15. Осыдан қандай қорытынды шығарамыз? Көбейткіштердің орынын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні
өзгермейді. Есіңе сақта, көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бұны біз мына формула түрінде жазамыз. Формула жазу кезінде біз латын әріптерін пайдаланамыз. А мен Б-ның көбейтіндісі тең болады Б мен А-ның көбейтіндісіне. Номер 3. Үлгі бойынша орында. 20 мен 2-ның көбейтіндісі. Қане 20 мен 2-ның көбейтіндісін қосынды түрінде жазып көрейік. 20 мен 2-ның көбейтіндісі дегеніміз 20-ны 2 рет қосу. 20-ға 20-ны қоссақ, нешеге тең? 40-қа. Ал көбейткіштердің орнын ауыстырайық. 2 мен 20-ның көбейтіндісі тең болады 40-қа. Ары қарай балалар есепті осы үлгі бойынша орындаңдар. Үйге тапсырма. Google формадағы тестті шешіп жіберуді ұмытпаймыз. Кері байланыс. Жетістік баспалдағы арқылы өзіңнің қай баспалдақта тұрғаныңды анықта. Мұғаліміңе жіберуді ұмытпа. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.